Мен Станиславскийде театр киімлік іштен басталады. Мен айтам, одан емес, театр драматург жазу столынан басталады. Шын мәнінде драматургтың столынан басталады ғой, жаман ба, жақсы ма? Мұны осындай өзімізше барлық оқиғаға, барлық терминдерге өзімше жаңа қағида жасадым. Неден бастады театр деген? Енді кейде драматургия мен соңғы кезде көбірек кетіп қалдым. Өйткені драматургия маған өте тиімді жанр болып көз алдыма келеді. Мен егер роман жазатын болсам, ол романды жазып бітемін, баспаға беремін. Ол кітап болып шығады 1000 данаменен. Бұрын 30 мыңнан 40 мың шыққан адамдар едік. Енді 1000, ол кімге жетеді? Оны біреу оқып жатыр ма, оқымай жатыр ма білмейсің. Ал драматургияда тікелей контакт. Пьеса қойылса, көрермендерің, залда қанша адам отыр, солардың бәрі шығармаларыңды бірден көреді, бірден бағалайды, бумеранг бірден. Содан кейін оның дұрыс-бұрыстығын, жетістік кемістігін бірден көріп отырасың. Драматургия деген авторда көбінесе әуре қалып кететін жанр. Драматургия деген авторды көбінесе ауыртып кететін жанр. Өйткені мен таңға шейін отырып, бірнеше сөздің синонимін іздеп, немесе бір сөйлемді сызып тастап, қайтадан жазып, отырған кезімде театрда сол сөйлемдерді алып тастай салады, оп-оңай. Оған қалай ауырмайсың? Менің басымнан қанша осындай өтті. Тіпті осы біздің бас театрымыздың өзінде 100 жылдық махаббаттың кезінде қаншалықты қиын болды. Бір рет жауып та тастадық. Баяғыда Оралхан ғой мені драматургияға алып келіп осы қоймаған. Құлыны мені сахнаға қойылғаннан кейін бәріміз қызықтық. Жап-жас жігіттің пьесасы әуезов театрында қойылу деген ол түсімізге кірмейтін нәрсе. Оралхан сол 28-де ме сондай болады. Соның бәрі премьерасын көрдік. Керемет әуреге түсіп жүргенде көрдік. Содан кейін ол да қоймады. Мен жазып, давай сен де жаз. Жазбаймын мен. Сен ана дер, мене бәрі проза деген болмаса, ішінде драматургиялық элементтер көп қой. Деп, мен жалғыз өзім жазбайын. Сен де қатарымда жүр деп. Бірінші пьесамды соны айтумен жазған ректордың қабылдау күндері деген. Ол сәтті болды дағын. Бірден Москваға қабылдап, орыс тілінде қойылып кетті ғой. Өскеменнің орыс театрында. Содан кейін арғы екінші үміттендім дағын, менен бірден шығады екен ғой деп әпкені жаздым. Әпке енді үлкен қазақ драматургиясы театрында оқы. Оны қоймаған бірде-бір қазақта театр қалған жоқ. Сөйтіп драматургияға солай Оралханның жетелеуімен, желкелеуімен келіп едім. Қазанда оңтүстік Қазақстан облысы бұрынғы Арыс ауданы қазіргі Сайрам ауданында дүниеге келген. Әкесі Алдабергенов Исабек екінші дүниежүзілік соғыста Сталинград шайқасында қаза болды. Анасы Күміскүл 1956 жылы ауыр науқастан қайтыс болды. Ағалары Набил Чехов деген менің сүйікті ең жазушым бар, менің рухани шығармашылық ұстазым деп есептеймін өзімнің ішімнен. Ол өзі қанша қиындық көрсе де драматургиядан, қанша таяқ жесе де беті қайтпаған адам ғой. Чеховтан егерде сұрасаң, сіздің прозаңыз мықты ма, драматургияңыз мықты ма десе, ол кісі жауап бере алмас еді деп ойлаймын. Гогольден де. Менің мына бүгінгі жазып отқан, немесе кешегі жазған прозам драматургиядан қалып қалдау деп ойлай алмайсың. Өйткені оны кезінде де жазған кезде құнығып жазғасың, қызығып жазғасың. Осы жазбауға болмайды деп барып столға отырғасың. Сондықтан 10 балаң болса, 10 балаңның мінезі әртүрлі болады ғой. Болмаса табиғаты сол сияқты 10 шығармаң болса, әрқайсының табиғаты сонысымен қызық, мінезімен қызық.
2014 жылы Ұлыбританияның астанасы Лондон қаласында қазақ әдебиетінің апталығы деген атпен Дулат Исабековтың шығармашылығына қатысты мәдени іс-шара болып өтті. Кембридж университетінде Мәдениетті ел соғыс құмар болмайды, агрессор болмайды, біреуге жауыздық ойламайды. Мұны осындай саясатты терең түсінетін кезіміз болды. Мәдениетті қолға алмай, біз өркениетті ел бола алмайтынымызды әлі күнге шейін ұға алмай келе жатқан сияқтымыз. Осы мені күйіндіреді кейде. Бартольд Брехт, немістің реформаторы, прозада, драматургияда, театрда. Соның 5 принципі бар. Бірінші, нені жазасың? Кім үшін жазасың? Не үшін жазасың? Қалай жазасың? Бесіншіден цензураны қалай алдау керек деген. Осы 4 принципті біздің жазушылар алдында кәдімгі бағдар шам ретінде ұстау керек. Міне осыдан келіп, тақырып таңдау шығады, шығармашылық еркіндік, өзің ішіндегі еркіндік. Әрине, жазушы қоғамнан тыс өмір сүре алмайды. Енді өз қоғамың өзің қарсы бірдеңе дей алмайсың. Қарсы болады бізде ол бір басқа. Біздің неде менің тұстастарымда, поколенияда шығармашылық еркіндік болды. Дулат Исабеков бұл енді бүгінгі таңда әбден мойындалған қазақ әдебиеті классигі. Оған ешкім де таласа алмайды. Енді әдетте классик бол деген оңай емес қой енді. Оған енді ұзақ уақыт керек, ізденіс керек, көп жұмыс істеу керек, ұйқысыз түндер керек дегендей. Бірақ осы маған Дулат тым ерте классик болғандай көрінеді. Өйткені сол 30 жасының әр жақ бер жағында сол ең әйгілі 3 повесін жазды. Дермене, сүйекші, тіршілік деген. Одан кейін қарғын жазды кішкене кейінірек. Бұл шығармалар сол кезде егер дұрыстап көтерсе, бұл нағыз кәдімгі Шыңғыс Айтматовтың нелерінен повестерін түк кем емес шығармалар болады. Өткенде бір 80 жылдығын тойлауға барғанда мен әзілдеп айтам ғой. Сен сол кезде 30 жасыңда олай-бұлай болып кетсең, бәрібір 80 жылдығын тойлап отыратын едік. Өйткені сенің шығармаларың сол кездің өзінде өлмейтін шығармалар еді. Кең ауқымды жазушы Дулат. Әдебиетке керек ең құндылықтардың бәрі бар деп айтуға болады ішінде. Андай денемен жерге жатады да. Сондай сыйыспайтын дене ғой ішінде. Фестивалінде өтті. Кешкісін? Кешкісін жұмыстан кейін бәрі. Бәрі жұмыста ертең. Атамызды туған күніне құттықтаймыз деп бәрі. Келеміз деп отыр, немере бәрі. Ой, 80-ге келгеннен кейін адамның шақшадай басы шарадай болып, неше түрлі ой кіріп шыға береді екен ғой. Абай айтқандай қартайды қайғы ойлады, ұлғайды арман. Тек қана мен шығармашылығымды ғана ойламаймын. Қазақстанның бүгінгі жағдайын ойлаймын. Кешегі жағдайы болады. Қазақстан қандай болу керек еді? Қай бағыттан біздің кемеміз жүзіп бара жатыр? Біз мұхитқа түстік пе, түскен жоқпыз ба? Әлі жағалауда жүрміз бе? Абайдың арманы бар, Ақ кемесі деген, романның 2-ші томында. Абай ана Ералы жазығында отырып қиялдайды. Сағым теңіз болып көрінеді. Теңіздің үстінде ақ кеме бара жатыр. Абайдың ақ кемесі. Өз айтады, соның ішінде менің халқым кетіп бара жатыр. Ана кемелер баяғыда қырасып кетті.
Бұл соның артынан шықты кеме. Қайда бара жатыр? Ана кемелерді қуып жете ме, жоқ адасып кете ме? Абайдың уайымы сол, менің де уайым сол. Мына шөбереме қараймын, 2 жас, 1 жас. 50 жылдан кейін бұл қай мемлекетте өмір сүреді? Мына Қазақстан ие болып қала ала ма, ие болып қала алмай ма бұлар? Жау сияғы жаман. Мына жағымыз 1,5 миллиард Қытай. Мына жағымыз ядерный агрессор. Осының бәрін ойлайсың ба? Ойлайсың. Шығармашылық қана уайым емес, ол уайымның бір тармағы ғана ғой. Негізгі ұйқымды бұзатын елдің ертеңі, болашағы. Біреуге ата, біреуге әке. 80 жасқа толу. Иә, бәріміз осы құттықтауға келіп отырмыз. Міне осы жердегі шөбере, немере, барлықтарың осы жерде. Бәріміз сені жақсы көреміз. Саған аманшылық тілейміз. Жаңа біздің өзіміздің осы жердегі жүрген келініміз айтқандай ақша. Мен өліп бара жатқанда менің құлағыма Дулат аға, халқыңыздың саны 30 миллион болды десе, мен ары қарай өкінбей өліп кете берер едім деп. Біз әлі 30-ға жетпей жатырмыз. Мына жерге ие болу үшін 67 миллион керек. Соны бір айтуын айтасың. Айтып та жатырмын тиісті адамдарға. Мен сияқты пікірді айтқан азаматтар болса, сендер оны оппозиция деп ойламаңдар. Біз мемлекеттің қамын сендерден гөрі көбірек ойлаймыз. Совет үкіметінің идеологиясы анық, орысша айтқан четкий. Коммунизм адамдары мен капитализм адамдарының арасындағы айырмашылық. Иә. Звондап ала алмай жатыр. Аппарат президентіне звондап отыр. Иә. Соны. О, сәлемет бай. Аха. Иә. Аха. Ойбай, қазір ғана мен мына үйде телевидение келіп, жазып атқанда бәрін өшіріп қойғам телефонда. Ой, рахмет. Жарай жақсы. Ойбай, еңбек ері атағын беріп отса Тоқаев. Вот, міне осылай. Нұрғайша ханым, өзің күтіп едің осы 80 жылдықты фестивальда. Бәрі өтті. Осының бәрінің ортасында өзің жүретін едің, қуанып. Әр жақтан келген адамдар, арты үлкен тойға ұласты, дастархан. Соның бәріне шаршағанға қарамай жүруші едің. Дайындалып едің. Енді осылай болып бітті. Келген жұрттардың бар, ана грузиндерің бар, басқалардың бар, басқа елдің адамдары бар, бәрі де керемет мақтап жатыр, бала шағаны керемет жақсы тәрбиелепсіздер. Қандай тату, тәтті семья, келіндеріңіз мынандай, қыздарыңыз мынандай, ұлдарыңыз мынандай, немере шөберелеріңіз бәрі керемет екен деп мақтап кетіп жатыр. Соның бәрінде сенің еңбегің бар. Ішінде өзің жүретін едің, қайтамыз. Елге бүгін оның үстіне сен өзің айтып жүруші едің ғой осы. Анандай, мынандай үкіметтің марапаттары бар, сағанағы осы. Еңбек ерін бермейдігінді күлуші едім. Сол кеше сен айтқан, армандаған жарлыққа кеше президент қол қойыпты. Бәрі құттықтап жатыр. Таңертең Астанаға жүрем. 22 күні президент еңбек ері деген жұлдызын тағуға дайындалып отыр. Сол кешке қайтып келіп, 23 күні елге жүріп кетеміз. Сол жақта біраз бір туған жер, Сайрамға да барамыз. Соны 80 жылдықта бір көріп кету керек еді. Қайтеміз, солай болды. Ал жатқан жерің жайлы болсын. Бір Құран оқып жібересіз бе?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف аса үздік жетістіктері үшін жоғары дәрежелі ерекшелік белгісі, Қазақстанның еңбек ері атағы беріліп, айрықша ерекшелік белгісі алтын жұлдыз бен отан ордені тапсырылсын. Исабеков Дулат, жазушы, Алматы қаласы. Құрметті қалайық. Бүгін ерекше күн. Жаңа оның бәрін президент айтып кетті, қайталап жатқан қажеті жоқ. Баяғы 80 жылдың қасіретті күнін қасиетті күнге айналдыру сіздің қолыңыздан келді. Бұл көпшіліктің көкейінде жүрген нәрсе еді. Ана жақта алаңда гүл қойып, қасірет шегіп жатамыз. Ал мына жақта Ақордада бұрыннан бастап тойлап жатамыз сол күнде. Міне осы екеуінің шекарасын бөліп тастағаныңыз көктің көкейінде жүрген бір арман еді. Сіз соған жарлыққа қол қойғаныңыз құтты болсын. Бұл мереке баянды болсын. Ал енді біздің еліміздің алдында ұлан ғайыр тапсырма тұр. Қасым-Жомарт Кемелұлы. Біздің 20 жылда жасаған қолымыз жетпеген нәрсені 20 жылда орын алған олқылықты сіз осы 7 жылда орындап шығуға тиіссіз. Сізге осы 7 жыл 30 жылдың салмағын артып отыр. Халық та сізге сеніп отыр. Зиялы қауым да сізге сеніп отыр. Осы. Ой, ассалаумағалейкумдар ағайындар. Аристофан деген ұлы драматург бар, керемет. Ол туралы көп мақала жаздым. Егемен Қазақстанға 3 нөмірге шықты. Соның мындай сөзі бар. Кеменің капитаны болу үшін кемедегі қызметшілер мен матростардың тамағын тойдырып қана қою емес, кеменің капитаны желдің қайдан соғатынын, оның күші қандай болатынын білетін адам ғана кеменің капитаны болады. Қандай ұлы сөз. Ал бізде кеменің штурвалына кезген адам отыра салмақшы. Кеше ғана сайлауға түсейін деп отырғандар бар ғой. Сол Аристофанның сөзі есіме түседі. Сонда сол желдің қуатын, желдің бағытын солар біледі деп отырсың ба? Күлкілі жағдайды да бастан кешіріп жатырмыз да. Бұл жақта қалың қорым бар еді ғой. Бұл жерде базардың орны, одан кейін үлкен қариялардың айтысы, нәрестелерді жерлейтін қорым бөлек болған. Мен сол қазық қойған ғой, 1 метр ұзын, жарты метр кейін қалады. Мен өлді деп далаға шығарып тастаған ғой ана. Коридорға. Шелекте су қатып жатқан кез екен дейді. Сол ерте көктемнің кезі болу керек. Күмбізгі шеше оны баланы шығар деп аналар келіп тұр депті. Шығар қолына бер енді. Күтіп қалмасын деп. Сөйтсе анау киіз орап коридорға қойған ғой. Ана байқұс бетімді ашып бір көрейін деген ғой. Сөйтсе өлудің орнымен нақал барып күліп мынаған. Ойбай деп тастай салып әрге. Міне менің аңсап сағынып келген туған ауылым осы. Ол кезде бұл Ленин жолы колхоз деп аталатын. Осы жерде мектеп, осы жерде өстік. Алғашқы кітап оқу, алғашқы жыр тыңдау, шамның жарығымен бізде әке деген
лексиконымызда сөз болған жоқ. Бәрі әкесіз, көбісінің әкесі соғыста қайтпаған. Бізде тек қана апа деген ғана сөз болды. Жыласақ та апа, қуансақ та апа, күлсек те апа. Ападан басқа ешкім болмау керек сияқты болатын. Сол 5 баланы өш жерде жатып асырады. Ол сырдың ар жағынан көшіп келіп, ол кезде қазақ айтады, орап отырғызылатын кезің деп. Сол 5-6 айлық шығар. Өш жерде мына қара жолменен соғысқа кеткен. Әкемді арбаменен, жаңа арба тұрған жері музейде. Сондай арбаменен бір қора адамды алып кетті деген өш жерде. Сол әкемнің жағдайын ойласам, сол кезде андасында көңілім босайды. Өйткені соғысқа аттанып бартқан адамдардың қайғысы бір басқа. Ал менің әкемнің екінші қайғысы. Жаңадан көшіп келген ел. Отыратын там жоқ, үй жоқ. 5 бала. Ең кіші мен, аурушаң. Олар тірі қала ма, тірі қалмай ма, күні не болады? Танымайтын елдің ортасына келді. Жақын адамдар табыла ма, табылмай ма? Сөйтіп уайығып кеткен шығар байғұс деймін де. Міне содан қайтқан жоқ қой, сол сапарынан қайтқан жоқ. Сталинград түбінде шайқаста қаза болды деген талай хабар алдым. Сондықтан мынау сайрандықтардың бір кішкене иығыңызға жабатын шапаны бар. Соны бір өзіңізге жапқым келіп отыр. Ол шапан киюге емес, мен рабочий. Мен егерде қойын дәптеріме бір уақиғаны жазып қойсам, кейіннен сол уақиға туралы шығармай жазсам, ол мен мына өмірдің директі шындығынан шыға алмай қалам. Документализмнен. Ал документализм көркем прозаның қас жауы. Кейбір жазушыларды мақтап жатады, бір жағынан публицист деп. Маған егер Дулат Исабеков осында бір жағынан публицист десе, это я оскорбился. Мен публицист емеспін. Онда публицистке мақаланы бөлек жазамын мен. Бұл көркем шығарма. Адам, образ, жан дүние. Адам жасын қойғанда баяғы балалық шағын есіңе түсе береді екен. Қай жерде тудым, қай жерде өстім, кімдер оқытты бізді, қай мұғалімдердің аттары есімде қалды, қай оқушылардың аттары есімде қалды. Қазір соның бәрін ойланам. Өйткені адамның балалық шағында көрген білгендерінің бәрі де миға қататта қалады екен. Өлеңдер жаттайын деп жаттамайсың, өзі жатталады. Өмірдің бүкіл қиыншылықтың, заманның бәрі сүйегімізге сіңіп өсті. Ерменені көрдіңдер ме? Жоқ көрмедік, мұнда жоқ дейді ғой. Иә, бұнда қаптап тұрады өш жерде қалды. Мұнда жантақ басып кетті Құдайдың құдіреті. Оның қаншама шығармалары көркем фильмге айналып, көркем фильмдер түсірілді. Өзінің сценарий бойынша болу керек, Балмашолақ туралы тағы бір фильм түсірілді. Қысқасы, тек қана Құдайдан үлкен талант болып жаралып қана қоймай, сол өзінің еңбегінің қызығын көрген суреткерлердің бірі. Дулат өйткен себебі көздің тірісінде бірау жыл сөйлеспеген данышпандар да болған. Мысалы, француздың Стендаль деген ең ұлы жазушылардың бірі көздің тірісінде бірау жақсы естімеген. Ал енді өзіңнің көздің тіріңде бағаланып жатсаң, халық сені жақсы көріп жатса, бүкіл ел болып сені қызықтап, сені кәдімгі көтеріп жатса, оның артық қандай бақытты болуы мүмкін? Бәрі осы үйге жиналады.
Мен де осы үйге келіп түсемін. Содан кейін бәрі де амандасып осында келеді. Алтын келдім деген алтын бәрін күтіп алады. Қабақ шытпайды, тамақтары дайын, столдардың үсі майысып тұрады. Тарихтың бар осында, балалық шақтың іздері осында, суға шомылған жер осында. Сайрам ауданында әрине кішкентай балалық шағымыз өтті, 2-ші классқа шейін. Қалған негізгі қалыптасу кезеңі осы жерде негізінен басталды. Ересек өмірдің алғашқы беттері. Көп замандастарымыз о дүниелік болып кетті. Нұрыш теке сақалды шалғайда кетті. Сол көріп отыр ма? Иә. Міне бір оқыған адамдар түрі осы деп көрсету үшін де керек қой олар. Анау Талдықорғанға барып балық деген өзен бар. Баяғыда күркіреп ағып атады. Қазір тас жатыр, тек балық деген өзен тұр, су жоқ. Ой, жандар-ау. Партийный съезден келе жатсың ба, немене бөлім? Қалай, жағдай жақсы ма? Аман есен бе, шауып жүріп жатсың ба? Жақсы. Ой, мынау сағар бала қаяқтың боласай бұл. Ал, берде отыр. Ал, қалай, аманшылық ба? Аман есен. Келіп қалдық мұны. Дұрыс келгені жақсы. Содан, мұна балалар мұны әңгімелесіп отырғанғаным ғой баяғы. Ала кезді айтып. Акошқа айдаушы едік. Жандар қалайсыңдар? Ана қайырлы болсын, жұбайың қайтыс болыпты ғой. Менде де сол қайтыс болып. Өзіңде жаңағы жолдасың соғылған. Енді. Өмірде, өмір. Иә. Алданыш дүние өтеді, кетеді. Ал, асқа береке бірсін, басқа амандық бірсін, бәріміз төрт көзім түгел аман есен болайық, жақсылықта жолығайық ал. Дәл Дулаттай осынша көп пьеса жазған, Дулаттай әлемге танылып, сонда Лондонда несі қойылған, пьесасы қойылған, бүкіл Европаның таңдаулы театрларында жүріп жатқан пьесалар. Ондай дәрежедегі драматург бізде Дулаттан басқа ешкім жоқ. Лондоннан бір кісілер хабарласты. Ол хабарласқан Рахима деген Абдуалиева, Айтматов академиясының президенті Лондондағы международный. Сол Алматыға келе қалды дағыны. Менің пьесаларымды, прозалық шығармаларымды сұрап, алып кетті. Сол күндердің күні бір хабарласты, 14-ші жылы. Сіздің пьесаңызды Арзу Артс деген театр қоятын болды деп, Лондонда. Мүмкін емес деймін ғой. Қоятын болды. Өкпек жолаушы, транзитный пассажир, үйде программасы бәрі тұр. Сол 14 жылы премьерасын жасады. Одан кейін 17 жылы Принц Эндрю деген бар емес пе, Англияның. Соның театры қызығушылық білдірді. Дағын Аққу жібек деген менің аңыз ертегі пьесам бар еді, аңызды олар жақсы көреді. Соны қоятын болды дегенде мен таң қалдым. Мен қазақтың ертегісін олар алар ма екен? Алғанда қандай керемет жақсы легенда деп. Сомен бір-біріне тарап кетті, жолы болды. Есіге бөртені жаздым, бөртені тарап атыр қазір. Бөрте туралы қанша ойладым. Немеремнің атын бөрте деп қойғаннан бері. Жазуыма себеп болған, біз әр қаншайымның етегін ұстап кеттік қой. Томирис дейміз, Умаяны дейміз, әртүрлі ал айналайын-ау. Өзіміздің аңызға айналған бөрте тұрғанда қазақ, Моңғолдың құпия шежіресінде анық жазылған, ұруына шейін жазылған. Ол Ана-Пунаудың әйелі емес, Шыңғыс ханның әйелі, қылышынан қан тамып тұрған. Екі сөйлегенде, екі сөздің бірде басыңды алам дейді Шыңғыс хан бөртеге.
Soның бәріне шыдады, соның бәріне көнді, соның бәріне қарсыласы болды. Ақылыменен, көркіменен, шыдамдылығымен, батылдығыменен ақырында Шыңғысханның өзін жеңді ғой. Шыңғысханның аяғы жетпеген жерді бөрте жаулап алып жатыр. Міне осының өзі сол баяғы басымда піскен идея еді ғой. 27 бет конспект жасадым, жазбай тұрып. Әр детальдарды теріп, бөртеге байланысты. Негізгі менің ориентирім Моңғолдың құпия шежіресі болды. Сонда негізі шындықтар сонда айтылған. قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق. Al bir ki basına keldi ұрым бұтағың енді. Өзінің құрсағынан тараған 5 еу, Бибіқали, Күлайна, Нәбиял, Пәрмен. Солардың ең соңғысы болып мен қалдым. Мен де міне 80-ге кеп қалдым. Сен болсаң 48 жасында кетіп қалдың. Сол кезде сен кемпір сияқты көрінуші едің, көзімізге сөйтсе 48 жасында ғана екенсің ғой жаным ау. Сол өмірдің қиыншылығы шығар адамды ерте қартайтатын. Келінің де кетіп қалды сенің артыңнан. О да келіп тұрушы еді ғой. Ол да асығыс кетіп қалды. Ал сол ұрым бұтағын тілеуі сол саған. Жаның жәннатта болсыннан басқа не айтады? Қолынан келсе Құран оқып тұрады. Біздің қолымыздан келетін Құран ғана ғой. Сен көрмеген қызықты ұлдарың, қыздарың, немере шөберлерің көре берсін. Жатқан жерің жайлы болсын. Оқыған Құранның сауабы саған тие берсін. Аумин, Аллах бар айналайын. О, мына мәжіттің үйі. Мына біздің үй міне. Сен де лағып кеттіңдер. Міне осы біздің үй. Ана жер ғана, ана жол дұрыс көрсетпей, жол міне жерден өтеді, арба жол. Так, мына жақта мәжиттің мәліктің үй анау. Мына жерде Мелден Перден деген бір отырған. Арғы, біздің Ағаротқа шейін жалғасады. Отырған жерге шейін. Ең шеткі бір Васька деген орыстың үйі оған. Так. Колхоздың бастықтары өшерде тұрған. Бригадирлер бәрі. Бұл знаменитый көше болады. Қырғы ауыл деген, Қырғы ауыл. Міне өшерде болды. Осы үйді өзіміз дуал ұрып салғанбыз. Нәбиял, Пәрмен, мен кішкентайлаумын. Так. Міне алдында бір ауыз там салдық, коридорымыз, содан кейін бұл жақтан тағы да мынаны қосып салды кейін екінші бөлмені. Ана жақта ысқалат бәрі болатын. Так. Міне осы гүлденген ауыл еді. Вот бәрі кетті. Апам осы жерде қайтыс болды. Пештің жанында жатып.
70-тен 80-ге келгеннен кейін адам рухани жағынан, психологиялық жағынан о дүниеге дайын бола бастайды. Сондай біз шекараға келдік. Ертең алып кетсе де, бір күн алып кетсе де, ерте кеттік демейміз. Соны білетін Асанәлі ғой, ылғи бірдеңені бастайды отырады. Былтырма бір 10 шақты жігіт бір жерде бас қосып қалдық. Жігіт дейміз ғой, 80, Асанәлі 84-те озды. Айтқан сөзі, жігіттер, біз баяғы заман жоқ. Айында, жылында кездесеміз бе, кездеспейміз, Құдай білсін. Сол екірді талай замандастарым кетіп қалып жатыр, бара алмаймыз. Сондықтан осы жерде біреулерің қайтыс болып кетсеңдер, иманды болыңдар деп тос көтереді ғой. Соған бата қыламыз бәріміз. Рас қой бір жағынан. Бара аласың ба, бара алмайсың ба, жолда боласың ба, әркім қазіргі жас жігіттерге бір ауыз пікір айтсаң, шығармашылық жайы кешірмейді. Бір-екі жігіт сөйтіп айтып қалып еді, бір-екі сөйлеумен. Орысша ойлап, қазақша жазасыңдар ғой деп. Солар амандаспайды менімен. Бізді Оралхан екеуміз қанша ұрсатын Ғабит Мүсіреп. Сендер немене секең айтып деп. Қайда? Не ол? Киеван деген сөз қайдан шыққан бәле? Дермене деген шөп қайда шыққан бәле? Осындай нәрсе неге әдебиет тықпалайсыңдар ұрсатын, оған түсіндіретін өгіміз. Оралхан айтатын тағы да ұстап алып тұрып, сөйлемдерін. О кезде олар оқиды екен, сөйтсе кітапты марқұмдар. Талай адам маған қиянат жасады. Ағам, екі ағам болды ғой әдебиетте, менен әлдеқайда үлкен. Біраз томпиып жүрдім әрине. Сонымен бір жыл, 2 жылдай жүрдік тағын, содан кейін ақырында. Қойшы деді, қой, кешірдім мынаны. Сонымен араласып кеттік. Бір шығармамда жаздым. Жамандықтың өлетін жері қай жер деген сұрайды біреу. Жамандықтың өлетін жері бар ма деп. Жамандықтың өлетін жері біреу ақ, ол жақсылардың кеудесі. Осы үшін жиналып отырмыз ғой жерде. Енді осы кітапхана бәрі орден, медаль бар осында. Соның қасында тұрсын, үйге барған не істеймін бұны. Так, осы бір белгі болсын, әйтеуір Қазақстанның ең жоғары наградасы осы ғой, енді бұны құрметтеуіміз керек. Екінің біріне беріп атқан жоқ. Ол саған өзіңе табыс етем, осының бәрі есенсің ғой ақыры. Жақсылап бір жерге қоярсың. Дулат Исабековты бұрыннан білетінмін. 2000 жылдардың басында оның «Кемперлер» деген әңгімесін түрік тіліне аудардым. 2014 жылы шыққан жинаққа енді ол әңгіме. Онан кейін «Қауһар тас» деген хикаятын көрдім. Басқа хикаяттарын да оқыдым. Дермене деген біз соғысты көрген жоқпыз. 7 хикаятын түрік тіліне аудардым. Құдай қаласа бұл 7 хикаят 2 кітап болып, Кетебе деген баспадан алдымыздағы айларда 2 кітап болып шықады. Сол баспадан шықса, Құдай қаласа Түркиядағы қалың оқырман тарапынан Дулат Исабеков жақсы танылады деп ойлаймын. Уақыт деген ұғымды біз әлі көшейін бағалай алмай жүрміз. Бізді мына шығыстың марғаулығы қалып қалған әлі. Әлі 1000 жасайтындай өмір сүреміз. Қазір қарап тұрса, жас кезімізде көп оқыппыз. Таңғаламын 40-қа дейін. Көп оқыппыз. Ең көп оқыған кезіміз сол. Көп қыдырыппыз. 37-40 жас деген Құдай беретін жас болу керек. Осы кезде жазып үлгеріп қал. Болды. Ары қарай жүре бересің. Кез келгенде жазасың, кез келмегенде
күйін келгенде жазасыз. Ал жерде күйін келгенде қарамаушы еді. Қонақта отырғанда үйге кетуге асығып отырады. Ой, ана бір жердің қызықты жеріне келіп едім. Үйге бара салып, ары жалғастырушы едік қой. Сонда тезіптен түнмен таңға шейін отыратын. Сөйлемдерің іркес-тіркес болмайтын. Кәдімгі шиыр шығап тұратын кәдімгі. Қазір сөзді көп таңдайсың. Бір сөз таңдаған сөз ұнамайды. Сөйлем ұнамайды. Өзің қатты қарайсың да. Сол уақытты бәрін мен зая өтті деп те айта алмаймын. Зая өтсе осыншалық шығармалар жазылмас еді ғой. Құдайға шүкір жазылды біраз нәрселер. Соның бәрі енді әлі шет тілін аудармаған шығармаларым біраз баршылық әлі. Так, оларды аудару керек. Содан кейін 2-3 тақырып бар тағы да жазам деген. Біреу легенда, біреу тарихи тақырып. Осы 3 шығарманы жазып кетсем шіркін-ай деп армандаймын. Көреміз.